Түймедақ өте пайдалы өсімдіктердің бірі, себебі оның гүлінде адам ағзасына оң әсерін беретін эфир майы бар. Сонымен қатар, өсімдіктің құрамындағы флавоноидтар бактерияларды жойып, аурудың асқынуына қарсы тұруға ықпал етеді, және құрамындағы пайдалы майлы қышқылдар зат алмасуды реттеп, тәбетті ашады, ағзаға зиянды токсиндер мен шылақтарды бөліп шығарады. Осы секілді түймедақ гүлінің пайдалы және зиянды тұстарымен танысқыңыз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Түймедақ гүлін іш кебу, іш өту, іштің түйіліп ауруында, асқазан жарасында және ас қорытудың бұзылуында көп қолданылады. Сонымен қатар, оның тұнбасымен тұмауды, баспаны емдеп жазуға болады. Және дене қызуын түсіретінде қасиеті бар. Түймедақ жүйке жүйесін тыныштандыратын ең таптырмас емдік шөптердің бірі. Ұйқыға жатар алдында түймедақтан демделген бір шыны шайдың өзі шаршауды басып, тыныш ұйықтауға ықпал етеді. Бұл өсімдік бүгінде косметикалық зат ретінде кеңінен қолданылады. Ол бет терісінің қызаруын басып, ондағы бөртпелерді кетіруге және майлы беттерді тазалауға көмектесе алады. Түймедақ гүлдерінің тұнбасымен компресс жасау арқылы көздің шаршауын басып, қызарғанын емдеуге болады. Өсімдіктің шашымызға да тигізер пайдасы көп. Мәселен, шашты тазалап, сусабынмен жуып болғаннан кейін, гүлдің тұнбасымен шашыңызды шаятын болсаңыз, сусабынның құрамындағы зиянды химиялық заттардың залалын ауыздықтап, шашты қатайтып, әрі әдемілене түседі. Сонымен қатар, шашқа табиғи жылтырлық сыйлап, жібектей жұмсақ етеді. Әсіресе майлы және қайызғағы көп шаштарға осы түймедақ тұнбасы көмектесе алады. Түймедақ қабынуға қарсы және тыныштандыратын қасиетке ие өсімдіктердің бірі. Оның көп жағдайда зиянынан гөрі пайдасы басымырақ. Әсіресе мынадай жеті жағдайда дәріханаға жүгірмей-ақ түймедақ шайын ішіп алуға болады. Ұйқы бұзылса, түймедақ ұйқы бұзылуын қалыпқа келтіріп, түніңізді тыныштандырады. Ғалымдар түймедақ шайымен қатар эфир майының да дәл осылай әсер ететінін зерттеген екен. Түймедақ құрамындағы заттар мидағы нейрондардың белсенділігін төмендетіп, ұйқыны шақырады. Ал эфир майымен тыныстаған уақытта қандағы гормондардың деңгейі төмендеп, ұйықтауға септігін тигізеді. Ұйқы қашқанда осыны еске алсаңыз болғаны, түймедақ шаймен көзіңіз тез ілініп, тыныш ұйықтайсыз. Бел ауырса, сондықтан да бел ауруы мазаласа, ваннаға кептірілген түймедақ пен лаванда майын құйыңыз. Ол үшін бір стакан түймедақты ваннадағы жылы суға салып, 2 ас қасық магний тұзы мен 5 тамшы лаванда майын тамызасыз. Ваннаға түсіп, 10-15 минут жатыңыз. Тұз бен түймедақ бұлшықеттерді босаңсытып, ауырғанын басады. Ұстамалы ауруларда дәріханалық ауруды басатын дәрілермен бірдей әсер ететін өсімдіктің бар екенін Пенсильвания ғалымдары дәлелдепті. Олар ауруларды 2 топқа бөліп, біріншісін түймедақ сығындысымен, ал екіншілерін басқа дәрімен емдеп көрген. Нәтижесінде түймедақ гүлімен емделгендердің жағдайы жақсарған. Сол себепті де өзіңізді жайсыз сезіне бастасаңыз, осы емді қолданып көріңіз. Көз астындағы қара дақты кетіреді. Түймедақты косметикалық мақсатта да пайдалануға әбден болады. Ол ісікті басып, көз айналасындағы теріні ағаздады. Ол үшін 2 пакет түймедақ шайына қайнаған су құйып, суытып қойыңыз. Пакеттерін
қабағыңызға қоясыз. 10 минуттан соң пакеттерді алып тастап, көз айналасын салфеткамен сүртіңіз. Ісінген көздер қалыпқа келіп демалып қалады. Қан құрамындағы қант жоғарылағанда, түймедақ шайын күнделікті ішкен жағдайда екінші топтағы қант диабетімен ауыратындардың қандағы глюкоза мөлшері қалыпқа келетінін Иран ғалымдары дәлелдеген екен. Бұдан жақсы нәтижеге жету үшін ғалымдар бір шыны түймедақ шайын түсте және кешке тамақтанып болған соң ішу керектігін айтады. Іш ауруларында, іш өтіп ауырғанда немесе балалардың ішіне жел толғанда түймедақ ауырғанды басады. Дәріні